Бұл ел арнаның жаңа қадамы. Сіздермен бірге Жансерік Берқазұлы. Ірі жер сілкінісі 100 жыл сайын қайталанады екен. Ғалымдар осылай дейді. Тіпті олар Түркиядағы жер сілкінісін де болжаған. Естеріңізде болса, әлеуметтік желіде Фрэнк Хугербитс дейтін сейсмологтың хабарламасы тарап кетті. Ол оқиғадан 3 күн бұрын жер сілкінісі басталатынын алдын ала білгенміз. Оны бүгінгінің Нострадамусы деп қабылдайтындар да көбейіп жатыр. Ондай болжамдар біздің елде де байқала бастады. Мәселен, оразадан кейін Алматы аумағында үлкен жер сілкінісінің болатындығы рас па? Сейсмологтар бұл турасында не дейді? Бүгінгі талқылайтын тақырып осы. Қымбатты телекөрермен, жаңа қадамды біз бастадық. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Алматы орталық сейсмологиялық обсерватория басшысы Жансая Досымбекова. Қош келдіңіз. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайлардың алдын алу департаментінің басқарма басшысы Ролан Есмағамбетов. Қош келдіңіз. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитетінің бас сарапшысы Қайрат Өтемісов. Және де өздеріңізге танымал, бүгін қол күрестен халықаралық дәрежеге спорт шебері, рекордсмен деп айтсақ болады, Тимур Спатаев келіп отыр. Қош келдіңіз. Және бүгін бізде қонақта Астана қаласы жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы, Түркиядағы жер сілкінісінен сол жаққа, яғни ерікті түрде барып келген еліміздің азаматы, құтқарушы Азамат Бердіқұлов. Қош келдіңіздер. Бүгін ел үшін, халық үшін өте өзекті, керекті тақырып қозғалып отыр. Енді экранға назар салайық. Бұл Түркістан облысынан арнайы маман сұхбат берді. Жалпы аймақ қаншалықты дайын, халыққа оқу жаттығу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма, жоқ па деген бағытта. Өйткені Түркістанда қазіргі уақыттағы ең бір сонда аймаққа кіріп тұр ғой. Көрейікші. Ассалаумағалейкум, Қанат мырза. Уағалейкум ассалам. Түркиядағы ахуалды барлығымыз білеміз. Енді біздің елімізде де бұндай сейсмикалық аймақтар бар. Енді Құдай сақтасын, жер сілкінсе, біздің өңірлер бұған қаншалықты дайын және оқу жаттығу жұмыстары жүргізіле ме? Жалпы, еліміздің оңтүстік және шығыс аймақтары сейсмикалық қауіпті аймаққа жатады. Оның ішінде Түркістан облысы 6-8 балдық сейсмикалық аумаққа жатады. Бұл енді бізде азамат қорғау туралы заңына сәйкес, ұйымдарда, мекемелерде, мектепке дейінгі ұйым мекемелерде және де білім беру ұйымдарында, басқа да барлық ұйымдарда 90-на бір рет сейсмикалық оқу жаттығу өткізіліп тұру керек және өткізіліп тұрады. Ол бойынша. Мына мекемелерде, мектептерде оқу жаттығу жұмыстары жүргізіле ме? Ол мүмкіндігімізше барлығын қамтуға тырысамыз. Енді шынын айту керек, кейбір ұйымдарға, мекемелерге үлгере алмаймыз. Бірақ бірінші наурыз азамат қорғаныс күні бекітілген әлем бойынша, бүкіл әлемдік. Сол кезде бір сейсма жаттығу өткізуді талап етеміз әр ұйымдардан. Өзіміздің мамандар бара алмаған ұйымдардан біз видео, фото есептерін жолдауын сұраймыз. Кейбір жаңағы дұрыс өткізілмей жатқан ұйымдарға әдістемелік көмек көрсетеміз. Бұндай өңірлерде тұратын тұрғындар дабыл сөмкесі жайлы біле ме және қаншалықты міндеттеледі бұл? Міндетті түрде халықты дабыл сөмкесі болу керек. Бұл енді жалпы дабыл сөмкесін айтып өтейін қысқаша. Не болу керек? Дабыл сөмкесіне ең бірінші маңыздысы құжаттарымыз. Сонымен қатар дәрі-дәрмек ары қарап жаңағы сіріңке, немесе телефонды қуаттайтын зарядный устройство дейміз ғой. Соларымызды да пысықтап қоюымыз керек. Одан кейін азық-түлік қорын, кішкене суды өзіміздің шамамыз келгенше көтере алатындай бір мөлшерде пысықтап, жинақтап, топтастырып қоюымыз керек. Жақсы, Қанат мырза, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Амандықта жүздескенше. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.
Түркістан аймағынан Қанат мырза осындай сұхбат берді. Біздің тілшімізге ерекше алғыс білдіреміз. Көбінесе Алматыны қозғап жатырмыз ғой, өйткені Алматы жиі дәл осындай апаттарға ұшырайтын аймақ болғандықтан, жалпы еліміздің азаматтарына, ол Түркістан болсын, Жамбыл облысы, Шымкент дейміз, Алматы, бағана Атырау қосылды деп жатырмыз. Қандай кеңес айтасыздар? Нақты ресми ақпараттарды қайдан алуы тиіс, және бұндай жағдай болған жағдайда бірінші кезекте нені ескеру керек? Осыған бір қорытынды қояйықшы, мүмкіндік болса. Жансая ханым. Қазақстанның негізі 1/3 бөлігі сейсмикалық қауіпті аймағы, шығысы, оңтүстік шығысы сейсмикалық қауіпті аймақтар болып саналады. Осы қауіпті аймақтарда тұратын тұрғындар жер сілкінісіне дайын болу керек сияқты. Жер сілкінісі кезінде өздерін қалай ұстау керек, барлығын жаңағы жіті меңгеріп, әлеуметтік желілер арқылы болсын, немесе жаңа мектептердегі өтіліп атқан сабақтар болсын, өздері әркім өз-өзіне немқұрайлы қарамау керек. Жақсы, өте орынды. Ролан мырза. Тимур ағамыздың айтып кеткені шын орынды. Бұл бізді ең бірінші біз мемлекеттік жүйені дайындауымыз керек. Осы салада тарапта біз енді бүкіл сейсмикалық жағдайды қауіпсіздігін нығайту бір төтенше жағдайлар министрінің қолында тұрған шара емес. Бұл жерде барлық мемлекеттік мекемелердің, мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың бірлесе атқаратын іс-әрекеттері. Соны әр қызметкер қай деңгейде болсын дұрыс өзінің берілген құзыретіне сәйкес адал атқарса, біз әрі қарай жандана түсеміз. Қайрат мырза. Рахмет. Енді шынымен мынандай әлеуметтік желіде жүрген жалған ақпараттарға көп сене бермей, мысалы айтап кетер жаңа оқып жатырық, көп қабат үйде жүрмеңіздер. Қоштасып жатыр ғой енді. Панельді үйде жүріңіздер, оның өзі де мысалы маман емес. Көп қабат үйлер керісінше монолитті болады. Олардың ригель, колонна бәрі бір-бірімен байланысы берік. Яғни олар керісінше кірпіш үйлерден қарағанда беріктері жоғары, және панельді үйлерде жоғары, шынымен айтарлық. Яғни егер керек ақпарат болса, ресми ақпаратқа жүгіңіз, немесе кітап оқыңыздар. Түркиядағы болған оқиғаны көзбен көргеннен кейін бізде болмас екен деп тілейсің. Бірақ ондай оқиға айтып келмейді. Аяқ астынан болуы мүмкін. Сондықтан менің өзім ойым, әлеуметтік жүйеде видеороликтерді көбірек түсіріп, жақсы осындай телеарналармен қарым-қатынаста болып, Инстаграм парақшаларда көбірек салған дұрыс. Азамат мырза. Әрбір азамат жауапкершілік сезініп, любой жағдайға дайын болу керек. Жаңағы сөмкені дайындап, сол жауапкершілік мол болып, кішкене каждый жағдайға дайын болса. Қымбатты телекөрермен, апат айтып келмейді. Тасқын да, өрт те, зілзала да, тілсіз жаулар. Жасыратын жоқ, Түркиядағы ахуал көптің санасынан сейіле қойған жоқ. Үйінділер, қираған үйлер, зар елеген ана мен жақындарын іздеген бала. Бұл бәріміздің көңілімізді сөккен ғаламдық апат болды. Айтарымыз, бейбіт күнде, бейбіт елде аман жүрейік. Сәбилердің ұйқысы тыныш болсын. Бағыт бізден, қадам сізден болсын. Ел арнада, ел аманда қайта қауышқанша.